Шоқан қажы, сіздің ата бабаларыңыз Түркістан жағынан шыққан қожа дейді. Шақшақ Жәнібектің тұсында осы арғын қыпшақтың ортасына келіп бала оқытып, мұсылмандық дінді жүргізуге қатысқан деп айтылады. Сол туралы бір баяндап берсеңіз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастайын. Бабаларымыз сол Шақшақ Жәнібек бабамыздың тұсында ең бірінші Хаши бабамыз келеді. Сол енді біздің жеті атамыздың басы. Сол Хаши бабамыз келіп, ол кезде Торғай дуан дейді екен. Сол Торғай дуанына келіп, арғын қыпшақтың ортасында сол Шақшақ Жәнібектің құрметіне бөленіп, сол елдің қонақ жайлығына көзі жетіп, сол елде өлісіне намазын шығарып, тірісіне кішкентай нәрестелер құлағына азан айтып ат қойып, жаңағы дәріс беріп, кішкентай балаларды сүннеттеп, өзі мұсылмандықта имамға тән, қожаға тән өзінің ғұрыптарын атқарса керек. Сол елде қонақ болып, күндердің бір күнінде жаңағы Жәнібек бабамыздың алдына келіп, мен елге қайтуым керек дейді. Сонда Шақшақ Жәнібек бабамыз, о Хашеке замандас болса керек, оның жасын нақты айта алмаймын, бірақ бір заманның кісісі, сол бірін бірі құрметтеп, қожеке, сіз біздің елде ағартушылыққа, мұсылманшылыққа тәрбиелеуде қызмет жасауға керек емессіз бе, неге бұлай асықтыңыз дегенде, шамасы Алла Тағаладан түсіне бір аян болды ма, енді оны о кісілер діни оққан, сол бойында қасиеті бар адамдар мақтанып, көкірек керіп айта бермейді ғой. Сол елге қайтуым керек деген бір ауыз сөзіне тоқтап, екеуі бір мәмілеге келіп, жаңағы кеуде жаңағы көкірек түйістіріп, қоштасып, сонда айтқаны бар екен, 6 балам бар, қалаған уақытыңызда сол балаларды алып келіп, еліңізге қожалық қылуға, жаңағы діни сабақ беруге, дәріс беруге, мен балаларымды сізге садақа етіп осы елге, Торғай деген киелі қасиетті қазақи дархан ел екен, қонақжай деп, сондай баға беріп, екеуі ахиреттік дос болайық, ахиретте жүзіміз жарқын, жаңағы жақсылық жерде кездесейік деп, жаңағы қоштасады. Енді ол заманда жаугершілік заман, жаңағы бір уақыт жаумен алысса, бір уақыт елдің жаңағы еңсе түсіп, қуаңшылық, тағы басқа індет, болмаса жаңағы сондай бір қиыншылықтар, нәубеттер келіп жатады. Сондай бір уақыт келеді, елдің де, малдың да бір тоқтығы байқалады. Жаңағында қазаққа ең бірінші сол малының жайы мен халықтың өзі жайы ең бірінші ескерілсе керек. Содан керуен жаңағы елден жүн-жұрқа, сол оңтүстік жағына тері-терсек, сол осы елге керек дүние, тағы басқа жаңағы қазан ошақ деген сияқты бір шаруашылыққа керек дүниені айырбасқа, мата-шата, соны айырбасқа керуен тартады екен. Түркістан ортаға, Түркістанға қарай? Түркістан жағына. Содан жаңағы сол керуенді біздің арғынның ішінде екі ел бар ғой, Шақшақ, Айдерке мен Шақшақ. Сол Айдеркеден тараған 6 баласының 3-і біздің жақта, ол Кәдірбет Жылқайдар-Ожан, 3-і осы тарапында, Тобыл жағында, Әулиекөл маңайында, Өтеміс Бөдені Татан атамыз осы жақта 6 баласының бірі. Сол жаңағы Жылқайдардан Айдеркенің 6 баласының бірі Қожаназар деген атамыз керуен басқарып, сол оңтүстікке жаңағы жол тартады. Шақшақ Жәнібек тапсырма береді. Хаши деген менің жаңағы замандасым бар, досым бар, сыйласқан қожа, жаңағы сол кісінің балаларын бірін алып келуге тиіссің. Екеуміз жаңағы қол алысып, келіскен уәдеміз бар дейді. Айтқандай, бар қаншама уақыт айлап барып, шаруасын бітіргеннен кейін, сол кісіні енді мекен жайымен іздесе, ол кісі көп ұзамай сол еліне келгеннен кейін дүниеден озса керек. Шамасы ата-бабалар түсіне енді ма, сондай бір ишарат болса керек. Сонда қайтарында өзінің қайнағасына тапсырып кетті. 6 баламның бірі
Торғай деген сондай жаңағы шарапатты ел бар, сол елден сұрап келсе қожалық етуге берерсің деп дейді. Соң қайнағасын тауып Қосым деген кісі екен, сол Қорасан қожаның ішінде. Қосым айтады, ал енді осы мен іздеп келген шаруам Шақшақ Жәнібек батыр, біздің елдің, Торғай елінің, сол кісінің тапсырмасымен келмейді. Сонда Қосым нағашысы айтады екен, 6 баласы отыр, жаңағы Хашидің өзің таңдағанын ал депті. Сосын енді Жылқайдардан шыққан жаңағы керуен басқарып қалған жаңа атамыз Қожаназар, мен бұларды қалай таңдаймын, мен бұларға қалай бағамын, өзімде діни сауатым жоқ, оларды жаңа бақылайтын, өзің таңдап бер деп. Сонда мынау 6 баланың кенжесінің ұйқысы сергек, бойында қасиеті бар, осы баланы алсаң болады депті. Осыдан қожалық шығады, бәрінде де діни сауаты білімі бар ғой деп, бірақ осы баланы. Сонда 16-тан 17-ге қараған Азна деген атамызды жаңа сол керуенге салып жолға шығады. Ол кезде айлап жүреді, жолда неше түрлі қарақшылар бар деген сияқты. Сол бір өзіміздің арқа жонына, арқа тарапына кішкене жақындап, елді мекенді танитын жерге келгеннен кейін жаңа Қожаназар атамыз керуен басқарып келе жатқан бір деп демін алып, жаңағы енді әйтеуір қарақшыдан аман кеткендігін, тағы басқа елге жақындағанын, сол бір көңілі көтеріңкі, жаңағы сондай бір жайдарлы уақыт жүріп келе жатқанда айтты, ай Қожеке, сен шыққанда намаз оқисың, көп сөз сөйлемейсің, мен қазір батырдың алдына алып барғанда сен жаңағы қожалық қыла аласың ба? Ертеңгі күні мен масқара болып қалмайын ба? Жап-жас баласың, ертең кімді әкелдің деп жүрмей ме? Деп сұрақ қояды. Енді діни оқыған адамның енді кішіпейілдігімен өзінің халықтың алдында қызмет етуге міндетті ғой, ештеңе демейді. Сөйткенде бір жүріп келе жатқанда бір топ киік, енді бұл халықтың аузынан айтылған аңыз десе болады, ел айтып жүрген. Содан бір топ киік өтіп бара жатады, соның ішінде ірісін көрсетіп, ай сен қожалығыңды көрсетіп, мынау дұғаңды оқып, мына бір киікті тоқтатшы дейді. Сонда барып ана кісі 3 рет айтады, содан кейін барып Құранын оқып, Аллаға жалбарынып, бетін сипағанда, сол жүгіріп баратқан, жол кескен киіктердің ішінде жаңа сүрініп барып, біреуі құлайды. Соның бәрі аттан, арбадан түсіп жетіп барса, жаңағы ұрғашы буаз киік екен дейді. Сосын жаңағы Қожаназар атамыз жаңағы жас қожа баладан, Азна атамыздан сұрайды, әй, жан иесінің бәрі бір деймін, жоқ, әрқайсының жаны бөлек деп. Сонда мына бала, онда мына киікті босатшы, буаз екен, қан сиып тұрса керек дейді. Соны тұрып ойбай, бұл дұға деген, бұл атылған оқпен бірдей, оқты қайтара аласыз ба? Жоқ. Дәл солай 3 рет өтінген, 3 рет қарсылық білдірген, 4-шінде болмадыңыз ғой ата деп, тағы да дұғасын оқып, бетін сипаған орнынан жаңа тұрып, жаңа киік өз жайымен кете барыпты дейді. Содан енді белгілі емес пе, халық деген түймедей нәрсені түйедей қылады. Сол елге барып Шақшақ Жәнібектің алдына барғанда, жаңа керуенмен баратқан кісілер ауылына жеткенде, ойбай, осында бір қожа бала келіп, бойында осындай қасиеті бар екен деп, сондағы бабамыздың айтқан сөз бар жас баланың. Атау, біздің атадан балаға қонып келе жатқан бір қасиетіміз бар еді, енді сол көшпелі болатын болды депті дейді. Содан жаңағы келіп орналасып, сосын енді жаңағы өзінің қожалық қызметін атқарып жүреді ғой. Анау алып кетеді, мынау шақырады, әркімнің үйіне қонады. Содан Шақшақ Жәнібек көргендік данышпан ғой, елін баққан батырымыз бір күн шақырып алады, ал елмен таныстың бала, қожа бала, енді біз сені үйлендіруіміз керек, бөлек үй болуың керек, сен әркімнің босағасында жүрмеуің керек, біз сені үйлендіріп, жаңағы дініңді ары қарай халықты ағартушылыққа шақыру керек дейді. Содан жаңағы менің елімді көрдің, жерімді көрдің, қай елде мекендегің келеді деп. Сонда біздің атамыз айтты, қазақта мақал бар, келіннің бетін бірінші болып кім ашса, солтүстік деген. Мен осы алғаш көргенімде, мені жаңа жетелеп алып келгенде Жылқайдар руынан Қожаназар атамыз. Мен сол кісіге бала болайын депті. Сол кісіге бала болып, сонда Қожаназардың 3 баласы бар екен. Үлкеннің аты Дәуітбай, екіншісінің Наурызбай, үшінші Құрман. Сол Құрманмен еншілес болып, біздің атамыз сол кісілердің баласы болады. Асыл жылқы ұстатып, аң тишіп бала болады екен. Содан біз
арғынбыз, жылқайдармыз, оның ішінде қожамыз деп. Шыққан тегімізді жасырмаймыз ғой. Совет заманында оны біраз бабаларымыз айтуға қорықты. 37-те әкемнің аталары айдалып кетті. Оспан қожаның ұрпағы, қожаның ұрпағы деп. Соның тіптен сондай жаңа рухы сынып, сондай өте бір төмен халық жауы деген атаққа ие болып, сондай бір қиын қыстау заманда өткен. Мына Аллаға шүкір, тәуелсіз Қазақстан ауғаннан бері дініміз оралып, тіліміз оралып жатқан заманда мешіттер салынып, дінге еркіндік берілгенде, мінекей қазір еркін шыққан тегімізді, жаңағы ата салтымызды насихаттап ғұмыр кешіп жатырық. Мінекей Шақшақ Жәнібектің тұсында сол 17 жасар келіп Азынадан кім туады? Азынадан Абыз атамыз, Малтабар Абыз оның шын аты. Малтабар Абыз мынау Әулиекөлдің қазір бұрынғы атауы Дейіп, Бозақ көлдің басында жерленген. Ол кісі бейіті сол жерде, ол жердегі халық ол кісіні жаңа Абыз ата дейді. Малтабар деп атын атамайды. Азынадан Малтабар Абыз, Малтабар Абыздан Өтей, Сүтей, Тобыл, Итемден деген 4 бала туады. Сол жаңа Өтейден Оспан қожа, Досмағамбет Бекет Оспан қожадан 3 бала туады. Сол Оспан қожадан Әмірхан Мұхаммедуәли Хамза, Әмірханнан менің әкем Ғазиз, Ғазизден жаңа 4 бала, Ислам, Абай, Абырай, мен кенжесі Шоқан. Бәрекелді, рахмет.